Құрметті тыңдарман, Шахризаттың каналына қош келдіңіз. Қияндағы ызғырық болған оқиға желісімен. 1997 жылдың қысы біздің отбасы үшін ең ауыр, ең қайғылы кезеңдердің бірі болды. Жоқшылықтың да, жоқтаудың да, адам көңілінің сыналатын шағының да қандай болатынын сол жылы анық сезіндік. Атам дүниеден өткен. Сол кезде біздің тұрмысымыз өте ауыр еді. Анамның аяғына киетін дұрыс аяқ киімі де болмады. Соған қарамастан ол ешкімге мұңын шаққан емес. Балаларының қамын ойлап, бар ауыртпалықты үнсіз көтеріп жүре берді. Ал мені таңғалдырғаны әкемнің туыстарының анама деген көзқарасы еді. Олар анамды адам орнына қойған емес. Не киіп жүргеніне, қалай жүргеніне, жағдайының қандай екеніне ешкімі бас батырмады. Сол кезде ақ адамның кедейлігі емес, өзгелердің оған деген қарым-қатынасы жүректі көбірек ауыртатынын түсіне бастағандаймыз. Сол күндері мен алғаш рет атама арнап үш жұмақ жоқтау жазып берген едім. Балалық көңілімнен жазылған сол жоқтаудың әр жолында атама деген сағыныш пен қимастық жатқан шығар. Бірақ өзім жерлеу рәсіміне бара алмадым. Үйде сағатқа қарап қалдым. Атамды ақтық сапарға шығарып салғаннан кейін соның алдында соғыдан кейінгі 3 күнде біз үшін оңай болған жоқ. Қара жамылып отырған үйдің қайғысымен қатар жоқшылықтың тауқыметі қатар келді. Сол күндері анам аяғына жұп-жұқа жазғы сүйретпесін киіп алып, көрші мен енесінің үй арасында арлы-берлі жүгіріп жүрді. Қыс қақаған аяз, жер аппақ қар аяқтың астын қарып барады. Бірақ оның басқа киері жоқ еді. Біреуінен ыдыс сұрайды, біреуінен қазан алады. Енді біріне жетпей жатқан дүниесін тауып әкеледі. Үйге келген-кеткен адамдардың шайын беріп, қаралы үйдің бір тірлігін үн-түнсіз өзі атқарды. Сондай сәтте де әкемнің туыстарының бірде-бірі аяғыңа етік жоқ екен-ау, мынаны кисеңші байғұс деп қол ұшын созған емес. Анамның жоқ жігітігіне назар аударған жан болмады. Сол көрініс бала көңіліме мәңгілік таңбаланып қалды. Кейде адамның кедейлігі емес, оған деген өзгелердің салғырттығы жанға батады екен. Сол күндері бала болсам да, ішімнен өзіме бір серт бердім. Мен тірі болсам, бір күні анамды жоқшылықтан құтқарам. Үлде мен мүлдеге орап, еңселі үлкен үйдің төріне отырғызамын. Ешкімге кіріптар қылмаймын деп серт бердім. Ол кезде бұл арман қол жетпестей көрінді. Алдымызда ұзақ жол, талай сынақ, талай қиындық күтіп тұрғанын қайдан білейін. Бірақ сол жоқшылық пен қорлық мені сындырған жоқ. Қайта шыңдай түсті. Жүрегімдегі сол серт мені өмір бойы алға жетелеп отырды. Аллаға шүкір, жылдар өте сол арманымның орындалған күнінде көрдім. Оның жоқшылық көрмей, көңілі тоқ отырғанын көру мен үшін өмірдегі ең үлкен бақыттардың бірі еді. Бүгін өткен күндерге көз жүгіртсем, сол арманға жетер жол өте ұзақ әрі ауыр болған екен. Бірақ адам баласы жүрегіндегі үмітінен айырылмаса, адал ниетінен таймаса, тағдырдың ең қиын белестерінен де өте алады екен. Оған дейін сағат аяқ астынан қатты ауырды деп едім ғой. Сұлық түсіп жатып қалған. Оны ауруханаға апаратын бізде мүмкіндік те жағдайда болмады. Амалсыздан әкемнің әлгі басында айтқан тұрмысқа шығып байдан қайтып келген қарындасының баласының киімін кигізіп ауылдағы бір молдаға қаратуға мәжбүр болдық. Ол кезде ауыл адамдары Құдайдың көзі түзу болсын деп осындай жолдарды іздейтінбіз. Қыс мезгілі, қар қалың, папам мен мамам сағатты шанаға отырғызып алып ауылдың арғы шетіндегі молдаға бір аптадай тасыды. Соғыққа қарамай үмітін үзбей баласының амандығы үшін барын салды. Біраз уақыттан кейін ғана сағаттың беті бері қарап тәуірлене бастады. Дәл сол кезде атамыздың өмірден озған қаралы хабары келген. Атамды ақтық сапарға шығарып салғаннан кейін соның алдында анам колхоздан әкеміздің жалақысына бір жыл қалды. Ол жылға атаның асы мен жөн жоралғысына қажет болды. Бірақ сол еңбекті де, шығынды да өз мойнына алмаған адамдар елдің көзінше басқаша сөйлеп жүрді.
Әкемнің бауыры көпшіліктің ортасында жылқыны өзіміз алдық, атамызды өзіміз жөнелттік деп мақтанып бар еңбекті өздеріне теліді. Ал папам да мамам да бұған үндемеді, өздерінің шындығын дәлелдеуге тырыспады. Үндемеген сайын олардың жүрегінде қанша өкініш, қанша намыс жатқанын кейін ғана түсіндік. Арада 10-15 күндей уақыт өткен шығар. Бір күні кешкісін үйге әжем мен әкем кіріп келді. Қолдарында бір бачок пен бір қап бар екен. Әжем әлгі бачокты көрсетіп, мынаның сорпасын шығарып балаларға кеспе пісіріп бер деді. Сосын қапты мегзеп, мынау атаңның жабдығынан қалған бауырсақтар деді. Бачоктың ішін ассақ, сүйек саяққа толы екен. Ал қаптағы бауырсақтардың түрін көргенде көңіліміз құлазыды. Көгеріп кеткен, қатып қалған, жеуге мүлде жарамайтын халде. Сол сәтте анамның жан дүниесі күйзелді білем. Аш отырғанымыз рас еді. Бірақ адамның да өз намысы болады емес пе? Әкелетін болсаңдар ертерек әкелмедіңдер ме? Оны әкетіп далаға тастаңдар, одан да ет жесін деді. Әжелерім кеткен соң. Бірақ өмірдің ащы мысқылы ма, әлде тағдырдың тағы бір сынағы ма, сол сүйекке де көгерген бауырсаққа да ит екеш иттің өзі жоламады. Сол көрініс біздің санамызда мәңгі қалды. Сол кезде біз бір нәрсені анық ұқтық. Туған немерелеріне бір шелек ұнды да қимаған адамдар бізді дәл осындай дәрежеде көрген екен. Олардың атамның қайтыс болып, өздерінше қайғы жамылған, сол қайғының үстінде жүру, бізге туған немерелеріне адамшылық таныта алмағанына жүрегіміз ауырды. Жоқшылықты көтеруге болады екен, ал қорланған көңілді көтеру әлде қайда қиын екенін сол кезде білдік. Уақыт өтті, жылдар жылжып жатты, бірақ сол қыстың әр сәті, әр көрінісі, әр сөзі жадымыздан өшкен жоқ. Кейбір жараның орны жазылғандай көрінгенмен жүректегі ізі өмір бойы сақталды. Бұл оқиға біздің отбасымыздың жадында мәңгі қалатын ұмытылмас естелік болып қалды. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар.